DJI RS4 ба, әлде DJI RS4 Mini ма, немесе бұрынғы DJI RS3 Mini ма? Дәл осыны бүгінгі шығарылымда талқылайтын боламыз. Ең басты айырмашылығы осы үшеуінде неде десек, бұл әрине мына екеуінен дизайн және салмақ. RS4 Mini 800 граммды құрайды, ал жаңа Arca Swiss деген бекіткіштері бар, ал RS3 Mini 850 граммды құрайды. Бірақ дизайны ұқсас, бекіткіштері ескілеу. Қорытынды RS4 Mini жеңілірек және жаңа бекіткіштермен, ал RS3 Mini көне және де бұрынғы бекіткіштермен. Егер де сізге FX30 және де басқа камера салатын болсаңыз, RS4 Mini спокойно көтереді. Ал RS3 Miniға келетін болсақ, бұл өзі шағын блогерский ZV линейкасына немесе жалпы 6400, 6300, 6600 секілді камераларға өте жарап қалатын және де китовый объективтермен жарайтын стабилизатордың түрі. Ал дәл қазіргі уақытта DJI нарыққа ұсынған 2025 жылдың хит продажасы болатын мынау тұрған DJI RS4, түсінен де DJI RS4 Mini, түсінен де байқап отырсаңыз, DJI RS4 Mini'дің ең басты айырмашылығы бұл кәсіби видеографтарға, ұзақ түсірілім жасайтындарға арналған десек болады. Не үшін? Өйткені бойында 1950 мАh бар батарея бұлай алынып салынбаса да USB-C арқылы, Type-C арқылы зарядкіленіп, бұл жалпы сізге 13 сағат автономиялық жұмыс береді. Ойланыңызшы, сіз 13 сағат бойы мынаны зарядкілемей жұмыс жасай бересіз. 13 сағаттан артық не съемка болады, ойлаңызшы. Сондықтан достар, егер сізге компактты, салмағы жеңіл және де ең бастысы қуаты 13 сағатқа жететін стап керек болса, ол әрине DJI RS4 Mini. Давайте дәл осы екеуін біз дәл қазір тағы да басқа сипаттамалармен салыстырып көрейік. Егер сыртқы келбетіне қарайтын болсақ, жалпы екеуі ұқсас. Бірақ сразу сіз байқайтын дүние бұл әрине аяқтары, яғни штативы. Штативтары мына RS4 Mini'де өте ыңғайлы және ұзын. Бірақ мына қаптамасына келетін болсақ, бұл пластик. Ал RS3 Mini'дің жалпы қаптамасы бұл рукоятка секілді кожный. Ал осылай жоғарылай ұстаған кезде сіздің қолыңыз таймайды. Пластикта ол әрине тайып кетіп, мынау сіздің қолыңыздан түсіп қалуы да ғажап емес. Сондықтан достар, егер сыртқы дизайнына келетін болсақ, енді мен плюс 1 балды RS4 Mini'ға беретін. Не үшін? Өйткені бұның түсі жалпы ерекше және сізге анау үлкен талпадан мынадай стаптар ұстап жүрген ерекшеленуге бір белгі береді. Сондықтан келесі сипаттамасы RS3 Mini'да жоқ, ол әрине автоматты бекіткіштер. Яғни мынау тұр. Егер сіз RS4 Mini'ді қосып, қайта ешқандай настройкасын жөндемей өшіріп қоям десеңіз, онда бір рет басасыз кнопканы, немесе бір рет ұзағынан басып тұрсаңыз, ол өшіп, осындай өзінің настройкасы сақталған қалпына келеді. Бұл тағы да бір RS4 Mini'ға плюс. Кейін RS3 Mini'да мынадай оригиналды ручка жоқ. Бұл ручкалар әрине RS4-те бар, бірақ RS4 Mini'да бұл уже комбо комплектациясында сізге бірге жүреді. Ал RS3 Mini'дің тек қана бір комплектациясы бар. Сол үшін RS4 Mini шығарғандарға үлкен респект, өйткені 3 комплектацияда шығарылған. Бірінші комплектация ол әрине просто базалық, дәл осындай RS3 Mini секілді стабилизатор болса, ал екінші комбо комплектациясында біле жүріңіз, мынадай ручкасы болады, және де плюс біз алдыңғы роликтарда айтып кеткендей активті қадағалау модулі, яғни undo модулі десек болады, немесе қадағалау модулі десек болады. Мынадай камерадан тұратын, мына камерасына защита қоймасаң сынып кетуде мүмкін секілді. Жалпы бұның ролі не десек, біз алдыңғы роликтерде көрсеткендей, бұл undo, отслеживание функциясына ие. Яғни сіз операторсыз-ақ мынаны как штатив ретінде, мысалға бір тақтан алдында немесе бір конференцияда, форумда мынаның астын любой штативқа іліп қоясыз да, мынаған өзіңіздің бетіңізді актив трек етіп аласыз да, дальше бұл сіздің оңға, солға, алдыға, артқа жүргеніңіздің барлығын қадағалап, төмен жоғары өзі бақылап сіздің артыңыздан жіберіп отырады. Сол үшін DJI RS4-тің тағы да бір
жаңартуы, новинкасы десек болады. Өте керемет дүние. Жалпы шығарушылар RS4 Pro'да да осындай горячий башмак бар дейді. Мысалы біз RS4-ті қарайтын болсақ, ешқандай ондай горячий башмак жоқ. Мына жері просто. Ал RS4 Pro'да шығарушылардың айтуы бойынша осындай горячий башмак тастап кеткен. Значит, ол уже бізге келе жатыр деген сөз. Және де iPhone-ның магнетик зарядкасы секілді, мынау өз-өзіне тартып алады. Және де бұл зарядкіленеді. Яғни мына жерде Type-C қосылады. Сондықтан достар, егер де сіз DJI RS3 mini алайын ба, немесе DJI RS4 mini алайын ба десеңіз, әрине мен мынаны алмаңыз деп айтар едім. Не үшін? Өйткені баға RS3 mini бұл небәрі 150 мың теңгені құрайды. Ал мынау 270 мың теңгені құрайды. Сондықтан егер сіз экономдаймын және де мынадай нәрсемен дірілдетіп, онша емес түсірем десеңіз, онда алмай-ақ қойыңыз. Ал егер сізге реально компактный, алайда DJI RS4 секілді үлкен емес стабилизатор қажет болса, онда әрине мен сіздің орныңызда болсам алар едім. Және де мен өзіме осының біреуін дәл қазір уже сатып алып тұрмын. Сондықтан бұйырса алдағы өзімнің баратын жолыма, поездкама осыны алып кетейін деп тұрмын. Не үшін? Өйткені біз бүгін тест жасап көрдік. RS4 mini спокойно FX3-ті және де соған сай 35 фикса 50-85 миллиметрларды ойнап отырып көтеріп отыр. Яғни вертикалды да спокойно көтеріп отыр, горизонталды да одан әрі вообще сезіп атқан жоқ. Сол үшін RS3 mini-ді мен кезінде, дәл мына RS3 mini, кстати, Америкадан келген B&H магазиннен барып, кезінде бір 100 мың теңгеге сатып алған жайым бар. Яғни бұл дегеніміз RS3 mini, мынау американский таза. Бірақ мен сол кезде өзімнің ASM 3-імді плюс басындағы Samyang 35 мм салған болатынмын, но өкінішке орай тайып кетеді, кейде ұстамай қалады. Әрине, сондай проблемалар болды. Алайда, дәл қазір уақытта RS4 mini не үшін спокойно любой ауырларды көтереді десек, оның моторчигін қараңызшы. RS4 mini мен RS4 mini моторчигіне келетін болсақ, қараңыздар, өзіңіз көріп отырсыз, қандай размер мынау. Мынау прям даже мынаны алып тастап RS4 mini мен салыстырсақ та, почти RS4-тің, яғни RS4-тің моторчигін салып қойған секілді. Но сәл кішкентайлау, бірақ алайда RS4 көтеретін 3 килограммды дәл мынау 2 килограмм деп завод бізге береді, бірақ менің ойымша 2,5-2,8 килограммды ойнап отырып көтереді. Және де бұның комплектацияларының көбейгені өте күшті, өйткені бұған дейін бізде small rig-тікін дополнительно қосатын едік. Ал дәл қазіргі уақытта сіз өзінің комбосын алып, әрине қолдана аласыз. Сондықтан таңдау сізде. Егер сіз RS4 mini-дің толық комплектациясын алмайын десеңіз, тек өзін алсаңыз болады. Бірақ менің ойымша лучше сразу ручкасымен алған дұрыс. Өйткені былай түсіріп, сәл шаршайсыз, ал былай кішкене оң қолыңызға да, сол қолыңызға да нагрузка равномерно түседі. Енді RS3 mini мен түсіндіге, RS3 mini-дің ең басты құндылығы бұл менің ойымша дәл қазіргі уақытта бағасы. Одан басқа RS3 mini-да мен ешқандай плюс көріп отқан жоқпын. Наоборот, тағы да бір айтылмаған дүние, ол RS4 mini-да бізде площадкасы, мынау тұрған неке площадка тұр бізде. Мына мысалы тағы да қарайтын болсақ, мына жерде RS4 mini-да мына защелканы былайынан жасаған. Өте керемет шешім. Өйткені мына жақтан мысалы қарайтын болсақ, бір какой-то кнопканы сіз бұрайтын болсаңыз, бұл симай атады кейде. Ал сіз мынау нәрсе симай атады, сол алып төмен қарата саласыз, немесе жоғары қарата саласыз. Өте оригиналды, өте клиент ориентированный шешім деп ойлаймын. Вообще мына нәрсе мені біріншіден қуантып жатыр, осы уақытта шыққаны обновление деген керемет нәрсе. Және де екіншісі бұл әрине бұның түсі. Өте керемет, өте креативті. Және площадкасына оралатын болсақ, мына жақта площадкасын ағытамызда. Мына площадканы просто басып тұрамыздағы, мінеки бізде дәл қазір горизонталды болып тұрған площадканы біз былай алып вертикалды қыла саламыз. 1 секундқа да жетпей уақытта сіз бір площадканы горизонталдыдан вертикалдыға ауыстырасыз. Міне ноу-хау.
Ал RS3 миниға келетін болсақ, бұл жерде қазір бізде вертикалды площадка тұр. Бұны горизонталды қылу үшін астына тағы бір площадка орнатылады. Сондықтан сәл жинау уақыты ұзарады және бір үлкен видеографтардың бөлі ол әрине жоғалтып алу. Площадка кішкентай, сол үшін бір жерде қалып қалу немесе жоғалып қалу әлбетте ондай үлкен мүмкіндік бар. Сол үшін достар, RS3 минима, RS4 минима деген сұраққа біз жауап берген секілдіміз. 750 грамм, 800 грамм. Ойлаңыздар, кішкентай зат 850 грамм. Үлкен зат 800 граммна прям байқалып тұр. Және де көтеру екеуінде салмағы 2 килограмм деп айтады, бірақ менің ойымша мынау кемінде 2,5. Және де бұда актив отслеживание бар, трекинг. Одан бөлек бұда авто бекіту бар. Яғни мыналардың барлығы бір-ақ кнопкамен автоматты түрде настройкаңызды сақтай отыра бекіте қалады. Ал давайте енді біз RS4 миниді RS4 пен ағасымен салыстырып көрейік. Дәл қазір қарап отырсақ, алдарыңызда RS4 2025-тің хит продажы десек болады, бірақ бізде комбо версиясында. Яғни комбо версия дегеніміз RS4-те не? Бұл әрине мынау тұрған ручкасы плюс RS4 минидің бір минусы, бұда чехол ешбір комплектациясында болмайды. Өте өкінішті жағдай, мен білмеймін, не үшін DJ бұлай жасайды. Олар сумка сатпайды, чехолдарды отдельно сатады, бірақ одан көп ақша таба қоймайды деп ойлаймын. Лучше осының комбо креатор комбо комплектациясына сумка қосып салса, нұр үстіне нұр болар еді, мен алар едім да, например. Ал мына жерде, немесе бұны, по-моему, логика любой сумкаға сыйып кетеді деген логика бар секілді. Но бұда жасақтауыштар бар қосалқы, сол үшін жоғалтып алу қайтадан вероятності көбейеді. Ал RS4 комбоны алатын болсақ, бізде ручкасынан бөлек follow фокус бар. Яғни сіз дистанционны фокусты немесе зумды ауыстыра аласыз. Яғни бұл да бір керемет дүние. Ал планша корпусына келетін болсақ, RS4 әрине үлкендеу, бұл 3,5 килограмм зат көтере алады. Ал салмағы бұның почти 2 килограммды құрайды. Ал мынаның салмағы небәрі 800 грамм, ойлаңыздар, 800 грамм. Мынау почти 2 килограммдай. Ал жалпы көтере алу весовойы, мынада завод бізге 3-тен аса килограмм деп айтады, бірақ 4 килограммды RS4 ойнап жүріп көтереді. Оны біз эксперимент жасап көргенбіз. Даже 70-200-дің өзін бұл спокойно көтереді. Өкінішке орай RS4 мини 70-200-ді көтере алмады, бірақ бұған дополнительный Magic Arm немесе басқа да противовестер қойып қосуға болады екен. Жалпы RS4 пен RS4 минидің салмақтарына айттық, груздарын айттық, және ерекшеліктері бұларда енді ұқсас. Автобекіткіштер бұлардың екеуінде де бар, және де мынадай съемный площадкалар, яғни вертикалдыдан горизонталдыға ауысатын бұл площадка екеуінде де бар. Яғни бұл дегеніміз характеристикалар почти бірдей. Және де бір прикольный момент, бағаларда бірдей. Яғни мына ручканы мен алып тастайтын болсам, яғни мынау тұрған бізде тек RS4 қалады. Ешқандай чехолы жоқ, тек коробкада RS4 мини секілді келетін стабилизатордың бағасы бізде тура мынаның бағасындай. Яғни мынаның комбо версиясы RS4-тің базовый версиясымен бағасы бірдей болады. Алайда егер сізге прям үлкен камерамен жұмыс жасайым, дополнительный мониторлар қосам, дополнительный follow фокус қосам десеңіз, онда әрине RS4 алғаныңыз дұрыс. Ал егер сізге саяхаттауға, немесе блогерский тірліктерге, немесе жалпы өзіңізге күнделікті тұтынатын стабилизатор қажет болса, онда менің ойымша ол әрине RS4 мини. Өйткені былай қарап отыратын болсақ, RS3 әлбетте размері кішкентай, RS4 үлкендеу, және DJI осы екеуіне бөлек өте идеальный решение шығарған секілді. Жалпы бұл қандай дүние екен уақыт көрсетеді, алайда бірақ сіздерге бүгінгі обзорда біз барынша мынаның плюсын, мынаның плюсын және минустарында айтып шықтық деп ойлаймыз. RS4-тің әрине минидің бұл үлкен минусы бір ғана, ол почти 3 килограммға жетіп қалса көтере алмай қалуы мүмкін, және де бұл ақ корпусының кірлейтіні. Бұл сөзсіз. Мына жерді сіз ұстап, мына бізде 4-тердің барлығы арендаға берілетін, сәл кірлеп қалады. Ал ақпен жарты жылдан кейін не болатыны белгісіз.
может быть жууға келетін шығар, білмеймін енді. Бірақтан да ақтың аты ақ, бұл полевой условияға сәл әлсіздеу болып келеді, яғни корпусы. Сол үшін достар, сіздермен BQ Store және де дәл осының барлығын сіздер бізден сатып аласыздар. Мынаның бағасы почти 160 мыңдай тұрады, мынаның бағасы 270 мың, мынаның бағасы тоже самый 270 мың. Сондықтан достар, BQ Store'дан сіздер дәл осының барлығын наличие аласыздар, және дәл осы выпуск пайдалы болса, міндетті түрде астына комментарий жазыңыз, каналға тіркеліңіз, және алдағы выпусктарда біз сіздермен бірге міндетті түрде осының қалай түсіретін туралы, актив қалай жұмыс жасайтын туралы, барлығы туралы айтып беретін боламыз. Сіздермен бірге болған Бағдәулет Абжатов, BQ Store, алғашқы қазақша фото-видеотехника дүкені.